Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қалай сіздерге видеолар ұнап жатыр ма? Өздеріңізді танып жатырсыздар ма? Мынандай адамдар болады екен өмірде. Біз оған кедергі бола алмаймыз, біз оның энергиясын тоқтата алмаймыз. Сіздерде де сондай адамдар бар шығар, иә? Мынаны қараңыздар. Күндіз-түні жұмыс жасайды, үйіне де келмейді, сонан кейін мынандай айтатын ол адамдардың сөздері бар. Мен жұмыста демаламын деп. Бар ма сіздердің отбасыларыңызда? Бүгінгі ашылатын тақырып сегіздіктер туралы болады. Кез келген айдың 8-і, 17-сі, 26-сы күні дүниеге келген жандар Сатурн өте ауыр планетаның астында туылған адамдар. Олар қандай адамдар? Өте еңбекқор, мықты контроль жасайды. Реально мына өмірге қарайтын адамдар именно осы топтан сегіздіктер деп аталады. Сегіздіктер плюсы бар, тоже, и олардың да минусы бар. Плюсы қандай? Плюсы өте еңбекқор. Сегіздік үйге кірген кезде ол күйеуіңіз болуы мүмкін, ол әйеліңіз болуы мүмкін, ол сіздің балаңыз, келініңіз болуы мүмкін. Приблизительно оның стрессқа түсірмей, оны күйзеліске түсірмес үшін сізге не жасау керек? Ең болмаса өтірік болса да бірдеңені сүртіп тұру керек та. Неге? Өйткені оның санасы оны түсінбейді. Сегіздік үшін ең соңғы нәтиже болу керек, ақша болу керек та. Ол материалдық әлемді бақылау үшін келген адам. Материалдық әлемнің иесі именно осы сегіздік болып табылады. Біз уже сегіз санасанды өттік. Енді ең руководительский должность дейді, көшбасшылық қасиет ол қандай адамдар? Бірлік, үштік, сегіздік. Бірліктер тақта отырады. Содан кейін олар сөзбен ғана, тілмен ғана приказ береді. Үштіктер, олар справедливый управленец деп айтады үштіктерді. Сегіздік қандай руководитель, қандай управленец? Ол сегіздік приказды береді, жүгіріп барады да өзі жасайды. Неге? Өйткені ол сенбейді ғой. Сондай біздің сегіздіктер. Бірағында сегіздік болмаса, онда бізде жұмыс болмайтын еді. Сегіздік болмаса завод тоқтайтын еді, сегіздік болмаса фабрика жүрмейтін еді, сегіздік болмаса пол жуылмайтын еді, тамақ істелінбейтін еді. Сегіздік кез келген жұмысты жасайды. Жұмыстан олар қорқпайды. Бұлардың жан дүниесі жұмыс жасаған кезде ғана рахаттанады. Сондықтан да егер де сіздерде отбасыларыңызда 8 болатын болса, болмаса өздеріңіздің коллективта 8 болатын болса, ол адамдарды сіздер тоқтатпай ақ қойыңыздар. Мен оны түсінемін ана ретінде. Балаларымыз қатты жұмыс жасаған кезде, болмаса қызымыз жұмыс жасаған кезде, любой кез келген ана ол өзі стрессовать етеді. Мынаның жаны қиналып кетті-ау, мынау менің балам қара жұмысты көп жұмыс жасап қойды-ау деп сөйтіп ойлайсыздар. Малды көп бағып қойды-ау, басқасы неге көмектеспейді деп, ол содан рахаттанады. Не болмаса көлігін қайта-қайта ол жөндей береді, не болмаса үйдің ремонтын жасай береді. Осы байқұсқа мына біреу қара жұмыстан басқа тек жұмыс табылмай қалды ма деп сіз ойлауыңыз мүмкін, Бірақ планета, ғаламшар оған солай жұмыс жасайды. Сатурн сондай планета. Бұлар өздерінің старческая душа дейді ғой. Осы кәрі жан болып осы дүниеге келген. Олардың мынандай опыт дейді ғой, опыт прошлой жизни. Сондықтан да кішкентай сегіздік бала болатын болса да осыға даналық ақылмен сіздерге ақыл айтып отырады да. Как будто бар ғой, бұл үлкен бір ақсақал сияқты сіздерге ол сондай ақыл айтады. Бақылап көріңіздер, өздеріңіздің отбасыларыңызда немерелеріңіз, балаларыңыз болатын болса, соларды бақылап көріңіздер. Олар отырған кезде үндемейді, салқын, өте салқын, даже амандасқандары былай амандасады, бүйтіп, екіліктер сияқты, алтылықтар сияқты олар құшақтаспайды да, былай амандасады да. Сегіздіктер неге? Өйткені планета сондай өте суық. Енді бұлар материалдық әлемге өте қатықпаған адамдар, контрольда барлығын ұстайды. Бір тиынне дейін бітіп есептеп отырады. Олар үшін барлығы түгел орында тұру керек. Егер де үйге келген кезде оның ноутбугі орында тұрмаса, не болмаса оның білмеймін еді. Ана кастрөлді орнынан қозғалтсаң, не болмаса чайникпен ана кастрөлдің орнына ауысып кетті. Жоқ, сенің әкең болатын болса, оның шляпасы орында тұрмай басқа жаққа ауысып кетті ме? Бітті. Бұл жерде Ұлы отан соғысы басталады сол моменттен. Кім менің дүниеме тиісті, кім мынаны орнынан қозғалтты дейді. Сондықтан да бұлар контрольда ұстау үшін келген адамдар.
минусовой энергияда тотальный контроль болады да. И именно сегіздіктер ранний инсульт болады. Неге? Өйткені саналары 24/7 тотальный контроль ұстайды, барлығын түгел. Егерде 5 баласы бар ана болатын болса, оның мына жақтарында, артында да бүткіл жерінде де көзі болады, ол қарап отырады. Ана балам не істеді, ана балам не істеді, кім сабағын оқыды, кім садиктан келді, кім горшокта отырды, горшоктан шықты, тамағын ішті, шайын ішті, соның бәрін контрольда ұстап отырады да. Контрольда 24/7 ұстау өте қиын. Неге? Өйткені біздің санамыз демалмайды. Осы сананы демалдыру үшін сегіздікке не істеу керек енді? Минустан плюсқа өту үшін. Плюс ол жақсы, жұмыс жасау керек. Бірақ сегіздік әр адамды инструмент ретінде, құрал ретінде көреді. Ол жұмыс жасамаған адамдарды мүлдем түсінбейді. Ол санасында қалай бөледі? Ол санасында бай, кедей, богатый клиент, бедный клиент деп бөліп отырады. Сонан кейін тағы да қалай бөледі адамдарды? Мынау қолына жұмыс келеді, жалқау, мынау жалқау емес деп бөліп отырады. Өздеріңізді танып отырсыздар ма? Содан кейін тағы да қандай бөледі? Біз қалай, мен оның алдында да айтып едім, біз қалай бөлдік? Біз бітті жаратушыдан алшақтай бастаймыз. Сегіздік ештеңкеге сенбейді, самодостаточная восьмерка дейді ғой. Олар тек қана өздеріне сондай самодостаточный да, өйткені сондай опытпен келген адамдар. И сондықтан да мынандай менмендік, менсінбеушілік сондай болады да бұларда. Обычно көп сегізді қыздар күйеуге тие алмай жүреді. Неге? Өйткені сол самодостаточность болады да, олар требует, именно требует. Ана второй половина еркектен сол жұмысты олар требовать етеді. Ол неге жұмыс жасамайды? Сегіздік қыз алтылық баланы түсіне алмайды. Неге? Өйткені алтылыққа комфорт керек, сегіздікке жұмыс керек. Сол моментте бұл жақта соғыс басталады. Нәпсі мен нәпсі кездескен кезде ұлы отан соғысы болады. Жан мен жан кездескен кезде жанның рахаты болады. Осыны ұмытпаңыздар. Тағы да минусовой энергияда мына сегіздіктер қандай? Тотальный контроль деп айттым, инсульт, ранний инсульт болады. Ешкімге ешқашан бұлар сенбейді. То есть жаппай олар бақылайды. Содан кейін сенімсіздік, постоянно күмәнда жүреді. Постоянно күмән, постоянно күмән, постоянно күмән. Минусовой энергияда өте көп күмән болады. Егерде 24/7 сіздер контрольдан кетпесеңіздер, онда, в конце или вообще в середине жизни ол адамдар инсульт алады. Өте көп адамдар консультацияға келеді. Сонда енді ол ғылымның дәлелдеген, бұл мен емес айтып отырған. И факт, да, бізде факт бар, менің өзімде кейс бар, 500 адамнан артық уже консультация алды. Сонда мына құлақтары сегіздіктерін естімей қалады. Не дейді, құлақ естімейді, құлағы ауыр болады, атит ауру болады. Сонан кейін инсульт, оларда жоғарғы давление болады да. Неге? Сол түсінбейді да олар. Сенің қалжыңыңды түсінбейді. Контроль, тотальный контроль бүткіл жерде. Енді мына видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Қоңыраушаны басып каналға тіркелгенді ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшаға тіркеліңіздер. Ол жерде мен өте көп тікелей эфирлар өткізгенмін. Ол жақта өздеріңізге де пайдалы ақпаратты алатын боласыздар.